Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін шопперімізге магниттік кнопканы орналастыруды көрсетемін. Сумканың аузына замок тікпей, осындай кнопканы да қолдансаңыздар болады. Кнопкамыздың орналасатын жеріне дугерин жабыстырып алып, үтікпен қаттылап жабыстырып аламыз да, кнопканың орналасу орнын белгілеп аламыз. Ол екі бөлікте де бірдей бір жерде орналасу керек. Ертең кнопкаларымыз бір-біріне сәйкес келу үшін. Осылай белгілеп алып, кнопкаларымызды қоямыз. Кнопканы мен момент клейін қолданып жабыстырдым. Кнопкаға клей жағамыз, одан кейін үстіне осындай кішкене матаның бөлшегін алып, оған да клей жағып, кепкенін күтеміз. Бұл аяғына дейін жақсылап тұрып кебу керек, сол кезде тігу оңайырақ болады. Енді машинкамыздың лапкасын замокқа арналған лапкаға ауыстырып аламыз. Осы жерден бастап асықпай тіге бастаймыз. Лапканы көтеріп, түсіріп отырып, тігіп, асықпай тігіп шығамыз. Сіздер де осы тәсілді қолданып тігіп көріңіздер. Оңай және тез. Міне біздің тігісіміз әдемі болып шықты. Өте таза. Енді бір-біріне жабыстырып тексеріп көрейік. Сондай жақсы жабысып тұр. Ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.